Қандыағаш қаласындағы жаңа мектеп осы заманғы талаптарға сай бой көтерді. Оның құрылысына ұлттық қордан қомақты қаржы бөлінген. 600 оқушыға арналған білім ұясы 2 ауысым бойынша жұмыс істейтін болады. Мына мектеп қазіргі заманның талабына, халықаралық стандартқа сәйкес ішіндегі құралдар, кабинеттер, лабораториялар, саймандар барлығы мына біздің балдарымызға қазіргі заманның талабына сай білім алуына толығыменен мүмкіндік береді. Мектептің жалпы аумағы 2,5 гектарды құрайды. Барлық қажетті кабинеттер мен дене шынықтыру және тынығу алаңдары бар. 120 орындық асхана, мәжіліс залы және 2 спорт залымен қамтылған. Бастауыш пен жоғары сынып оқушыларына арналған ғимараттары бөлек. Бұрын 727 оқушы оқып келетін болса, қазірде сол шамалас болып жатыр. Әлі енді 5-7-сіне дейін бала қабылданады, әлі одан толуы мүмкін. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары тұрғызылған мектеп бұған дейін апатты жағдайда деп танылған болатын. Сондықтан орнына жаңасын салу туралы шешім қабылданды. Былтыр басталған құрылысы биыл сәтті аяқталып отыр. Білім күні жаңарған мектепке келген балалар қуаныштарын жасырмады. Іші өте әдемі, кең, барлығы қолайлы, жаңадан жаңағы заттар барлығы. Өте қуаныштымыз, білімімізді тереңдетіп, одан әрі жақсы оқып, жақсы аяқтаймыз деген ойдамыз. 3 айға жазғы каникулдан кейін біз осы жаңа мектепке келіп жатырық. Біздің мектебіміз бір жаңарғандай болды. Қуаныштымыз осындай мектепте оқып жатқанымызға. Ануарбек Мырзатайұлы, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.